одан кейін бізге жаңағы әдіс тәсілді қолданыңдар десе, бір математика сабағына 4 әдіс тәсілді алып аламыз ғой, 4 есеп болса. Бірақ мен ойлаймын, 4 мақсатты алып аламыз, 4 әдіс тәсілді алып аламыз, 4-еуін де қолдану мүмкін емес. 4 мақсат қойғанымен нақты сабағымызға қатысты бір мақсатты алып, бір әдіс тәсілді алсақ, соның өзімен де балаға түсінікті қылып үйрете аламыз деп ойлаймын. Өйткені біз 2 мақсат, 3 мақсатқа жете алмайтын шығармыз. Енді қайталау немесе өз біліміңді тексер дегенде берілуі мүмкін. Нәтиже сабақтарда жаңағы бір таңбалсан, екі таңбалсанға көбейту, бір бағытта қарама-қарсы бағытта бір-біріне шығу деген есептер болған кезде өзін-өзі бағалау жаңағы нәтиже сабақтарда 4 мақсат, 3 мақсат мүмкін. Енді жаңа сабақтарда ол мақсаттар мүмкін емес деп ойлаймын. Бір мақсаттың өзіне жетсек боламыз қазір. Енді соны ойлай отырып, мен бүгін сіздерге бір әдіс тәсілді ғана алып келдім. Бұл жерде әдіс тәсіл ғажайып ТВ дейді. Ғажайып телевизор әдісін алып келдім. Қазір мен сіздердің алғыларыңызға тапсырма беремін. Бұл жерде бізде спиралды оқу дейді, топпен жұмыс жасасаңыздар болады. Бір оқып шығасыздар. Оқып шығамыз әркімді енді бұл жерде бізде кабинетте барлығымызда интерактивный тақта жоқ қой, өнімде мына көрсетіп отырады. Сондықтан да бұлар қолымызға алдық енді. Оны тақта жоқ кезінде балаларымыздың столына 32 оқушы болса, 32 санын шығарып қойып, ал балалар телевизор қарайды. Қазір мен 25-ші каналды көргім келіп тұр деп 25-ті бассаңыздар 25-ші оқушысы сабақ айтса болады. Ал енді интерактивный тақтада болса 32 санды қойып, кім қайсы санды таңдайды? Мысалы, сен баладан сабақ сұрағың келіп тұр. Қазына сен қайсы түс таңдайсың? Қазына сабақ сұрау керексің қазынадан. Қазына қайсы түс немесе қайсы санды таңдайсың десең, артына сұрақтар жазсаң да болады. Сол бала сұраққа келіп отырып жауап береді мына жерде. Ал енді бізде ондай бәрімізде жағдай не болмағандықтан біз былай алдық. Мен мысалы екінші оқушыдан болса, екінші каналға ауыстырамын деп қойсам, екінші оқушы шығып сабақ айтса да болады. Енді мен сіздерге спиралды оқу әдісін алдым. Осы жерден қазір 4 топтан бір оқушы шығып түсінігін айтып берсе деп айтса. Сіздерге соны айтып тұрмын ғой, алдына 32 баланың алдына өздерінің саны жазылды. Екі санын қойып қоясыз баланың алдына, астына Үкібайра Мадина деген тұрады. Біз ана бұжыбы салдағанда баланың атыны көрсетпей, А25, 7, А деп белгілеп бердік қой талдау кезінде. Сол сияқты баланың алдына жаңағы қойсақ болады. Оспанбекова Жарқын деп астында 5 санын или үстіне жазып, 5-ші каналды қояйық деп қойғанда сол оқушы шығып жауап береді. Ана жағына да сұрақ жазуға да болады. Әр пәннен әртүрлі сұрақтар жазуға да болады. Кім өзіне математикаға қолданса, есептер, әдебиетте болса сұрақтар. Енді біз баяғыда бір жалын болыпты. Мінінде аты ішетін асы болмайды. Жалғыз ғана қазы құсы болады. Енді аштық атаң ондан қалған ас емес деп тамағы шыдатпай қалпына шыққан екен, жалғыз қазысын сояды. Енді ол қазыға қосатын тұзы жоқ, және наны жоқ. Содан әйел екеуі ақылдасып, бұны біз жегенше ханға апарып берейік деді, ханнан бір қап астық сұрайық деп жаңағы келісіп ханға алып барады.
сөйтіп қандай тақсырхан дейді. Ол мынау сізге әкелген сыйлығым еді. Аз да болса көктей көріңіз, алыңыз дейді. Енді біздің әзірге барымыз осы, жолымыз жай дейді даны жанға